Сәлем қымбатты тыңдарман. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. Үміт көз байлар қараңғылықта алға жетелейтін жарық секілді. Ол бітуге айналған білте шамдай әлсіз болса да, бір адамға жол тауып, жанын емдеп беруге қауқарлы. Жайнады да сондай саңсарға түскен сәттерде, жаны мен жүрегі бірдей қанжылағанда, даладай болған дүние таршылық танытқанда, тағдыр маңдайына шаңышқысын шалт қадағанда орнынан тұрғызған үміт және махаббат. Дүниеге деген құштарлық, бауыр еті баласына деген сүйіспеншілік. Айналадағы адамның барлығы анасын ерекше құрметтеп сыйлайтыны ақиқат. Жайнаның да құрбылары кездесе қалса болды, аналарын айтып, бір-біріне деген ыстық ықыластарын аузының суы құрып әңгімелеп беретін. Мынаны анам алып берді, анам екеуміз базарға барамыз деген сөздерді құлағы қызыға да қызғана да тыңдап жүрді. Өйткені ол жарық дүниеге келгелі анасының махаббатына шомылып көрген емес. Кім біледі, бәлкім анасы оны дүниеге әкелгісі де келмеген шығар. Егер оны мөлдір махаббатпен дүниеге әкелгенде, оған деген сезімі ерекше болар еді ғой. Кейде Жайна өзінің бұралаң жолға түсіп, тағдырын қолдан құртқанына анасын кінәлайтын. Расымен, егер анасы ішімдік ішпей, әр уақытын қызымен өткізсе, түнгі уақытта бөтен еркектің құшағына құламай, қызына өнегелі әңгіме айтса, Жайна жан жылуын сырттан іздемейтін беді. Түнде анасының ерсі қылығын көрмес үшін сыртқа шығып, құрбыларының үйіне қонбас беді, кім білсін. Иә, жас өспірім Жайнаның анасымен ара қатынасы адам қызығарлықтай болмағанымен, өзі құрыптас құрбыларымен тәуір араласатын. Құрбылары Жайнаны әркез іздеп, ойын бөлуге тырысатын. Сан түрлі құрбыларының арасында Жайна Інжу есімді бойжеткенге жақын болды. Басқаға айтпаған сырын тек Інжумен ғана бөлісетін. Інжу де Жайнаның азаннан қара кешке дейін жалғыз болатынын біліп, үйіне жиі келетін. Сондай күндердің бірінде Інжу Жайнаны отырысқа шақырды. Аралас-құралас болып жүрген жанның көңілін қалай қияды? Оның үстіне сырын бөлісіп жүрген жаннан еш күдіктенбеген Жайна келісе кетті. Осылайша екі бойжеткен сыланып сипанып, үстеріне бар жақсыны киіп отырысқа келді. Жайна үйге кіргенде ғана байқады. Отырыста жігіттердің қарасы қалың екен. Әрине, ыржың-ыржың етіп, қабағын қағып отқан жігіттерден Жайнаның аяқ тартылып, сескеніп қалғаны рас. Алайда ол жақын құрбысы Інжуге сенім артып, көңілді отыруға тырысты. Жастар жарасымды көңіл көтеріп отыр. Жайна жаңа ортамен тез араласып кетті. Жақын араласқаны сонша бір сәтте жігіттер қауымы Жайнаға сыра ішуді ұсынды. Көбігі көлкілдеп тұрған сусынға мұрнын тыржайтып, алақанымен аузын баса қойды. Иә рас, ол анасының араққа сылқия тойып алған күнін көрген, бірақ бұл Жайнаның да оған әуес дегенін білдірмейді. Ашы судың иісі мүңкіген жерден Жайнаның тез кеткісі келіп, Інжуге қайта-қайта қарап басын шайқады. Іштей, қап бәлем, осы жерден шығайық, көрмегенім сен болсын деп, арақты суша қылқылдатып отырған Інжумен қарым-қатынасын үзуге бел буды. Ақыр аяғында қолқаны алатын темекінің түтіні мен ішімдіктің иісіне шыдай алмай сыртқа шықты. Күздің қоңыр салқыны Жайнаның жүзіне жаймен есіп, мұрнына тылсым табиғаттың тәтті иісі келді. Адамдар неткен қызық деп ойлайды ол. Осындай ғазиз дүниенің қызығын бір тұтам шылым мен бір жұтым араққа қалай ғана айырбастайды деп тағы ойға шомыды. Осылай тұңғиық ойға шомып тұрғанда сыраханадан шыққан шу оны селк еткізді. Мұның таң қалатын несі бар? Ақыл есінен айырылғанша ішкен адамдардың әдеті емес пе, ұрыс шығаратыны. Десе де ішке шапшаң аяңдап, Інжу деп бар даусымен айқайлады. Өрімдей қызды екі жігіт жағасынан алып жатыр. Бірі үйіне сүйресе, екіншісі көлігіне жетелеп әлек. Айналада көмек қолын созар жан жоқ. Осы орайда Жайна да
еңгезерде екі жігітпен алыса кетті. Бірде құлақ шекесінен шаңқ етке қалған дауыс шықты. Есінен танып қалды. Әрмен қарай есінде ештеңе жоқ. Сол күні таң тұнжыра батты. Жадыра денесінің құрыс-тұрысын жаза алмай, дем арасына басқа үй бөтен бөлмеде жатқанын аңғарды. Есіктің арғы жағынан осындайларыңнан әкеліп тұрсаңшы, ақшасын беріп тұрамын деген дауыс естіліп жатты. Жүрегі қабынан шығардай тарсылдап, өңі мен түсін ажырата алмай сарсаңға түсті. Көз алды қарауытып, ойына неше түрлі оралды. Не болғанын маған түсіндірер адам бар ма? Шарадай басым шақшадай болдау. Есіктен ентелеп кірген мынау кім? Неге лыпасыз дәл менің алдымда тұр? Жоқ, мүмкін емес. Мен? Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Менің абыройым аяқ асты болып, өзгенің табанында тапталғаны ма? Ел жұртқа анама қалай қараймын? Анама деймін-ау, ол мені іздеп жатқан шығар. Иә, мені анам іздеп жатыр. Мені балапанын іздеуде деп, жынынан айырылған бақсыдай әр нәрсені ойлай бастады. Ешкімді, ештеңені көзіне елеместен екі өкпесін қолына алып үйіне қарай жүгірді. Айналаның барлығын жек көріп келеді. Дәл бір жер жүзі одан теріс айналып, мысқылдап, мазақтап, жүзіне түкіріп жібергендей жиіркеніп қарап тұр. Осы қапастан, осы күйзелістен мені анам ғана құтқара алады деп ойлады Жайна. Ол мені тізесіне жатқызып, шашымнан сипап, уайымдама қызым, мен бармын. Мен енді сені ешқандай қасқырдың апанына тастап кетпеймін. Сұр көжегім деп еркелетеді деп армандады. Иә, Жайнаның бар үміті анасы еді. Бірақ үйдің табалдырығына табан тірегенде ол сенімінің, арманының күл паршасы шықты. Түн ұзаққа жоғалып кеткен қызын уайымдап отырған ананың орнына ол өзге еркектің құшағында балаша мәз болып жатқан жанды көрді. Есін қалай жиып, тысқа қалай атып шыққанын өзі де білмеді. Сол сәтте жанына жақын адамның қалмағанын сезді. Өмірден түңілді, өмірге налыды. Өзін құтқарып қолдау көрсететін жалғыз адам анасы еді. Енді одан не үміт, не қайыр. Жайнаның бар ойы Інжуді табу болды. Неге екенін өзі де білмейді. Бірақ осы аласапыран күйде сол құтқаратындай күй кешті. Жайна мен Інжу кездесіп, қала орталығында пәтер жалдап тұруға келісті. Құрбысының қасынан бір елі қалмай жүрген ол да Інжудің сүрлеу тартқан жолына түсе бастады. Біріншісінде тыжыранып, тырысты әрине. Ал одан кейін көңілді кештердің гүліне айналып, жігіттерді шұлықша ауыстыратын халге жетті. Безбіреулер атауға аузы бармайтын нашаның да дәмін татып көрді. Үй деген аты болмаса, тұрып жатқан пәтердің есігі соңғы рет қашан ашылғаны белгісіз. Клубтардың табалдырығын тоздырып, қаладағы наша сатушылардың барлығына танылып үлгерді. Жайна да, Інжу де сол ұнтаққа ынтызары ауып, өмірдің қиыншылық өкінішін сол арқылы ұмытатын болды. Қысқаша айтқанда, жақындары сыйламаған тәтті өмірді Жайнаға есірткі тарту етті. Бірақ сол тәтті өмірдің де талқаны таусылды бір күні. Әдеттегідей көңілді кештен қайтқан Жайна басын көтере алмай, ішін құшақтаған күйі еденде жатыр. Дәрігерге баруға болмайды деп ойлады ол. Алайда ішінің ауырғаны басылар емес. Амал жоқ, жанын шүберекке түйіп ауруханаға барғаннан басқа амалы қалмады. Ақ халаттылар сан түрлі сұрақ қойып, ақыры жөнді жауап ала алмаған соң, қызды тексерістен өткізе беруге бел буды. Қыздың аласұрған түріне қарап бірден ультрадыбыстық зерттеуге жатырын түсіруге жіберді. Ақыр аяғында Жайна алдында тұрған мониторингпен жүрегінің астында жатқан бір тіршілік иесін байқады. Жайнада үн жоқ. Үнсіз ғана медбике нұсқаған кабинетке беттеп, дәрігерлердің алдында басын көтерместен отырды. Неге осы уақытқа дейін дәрігерге қаралмағансыз? Сіздің жағдайыңыз мүшкіл. Бірақ балаңыздың көрер жарығы бар екен, соған қуаныңыз. Қаныңыз азайып кеткен.
иммунитет мүлдем төмендеуге болады. Зиянды нәрсеге әуестенгеніңіз туралы айтпай-ақ қояйын. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Мүмкін шатасқан шығарсыздар. Мүмкін емес, дей берді. Жайна сенер-сенбесін білмей. Мониторингтегі баланың бейнесін көзіңізбен көріп, жүрек соғысын құлағыңызбен естідіңіз. Иә, бәлкім тестпен анықтағанда қателесуіміз мүмкін. Бірақ УДЗ арқылы қателесу мүмкін емес. Қазір сіз жүктіліктің 18-ші аптасындасыз. Бұл уақытта баланы алдырып тастауға да болмайды. Ондай жағдайда тірі баланы өлтіргенмен бірдей боласыз ғой. Бір қуанарлығы жыныстық жолмен жұғатын аурулардан аман екенсіз. Сондықтан балаңызды жарық дүниеге әкеліп, жаңа өмір бастауға тырысыңыз, деп дәрігер оқиғаның мән-жайын ұғындырып, Жайнаны наркология бөліміне жөнелтті. Ал Жайна болса, не күлерін, не жыларын білмей әлек. Ең сорақысы, баланың әкесі кім екенінен бейхабар. Бірақ Жайна емдеу бөлмесінде есін жиды. Құрсағындағы тіршілік үшін талпынып, күресіп жатқан кішкентай жүрек иесін қалай болса да өмірге әкелемін деп бел буды. Кезекті УДЗ арқылы қыз баласы екенін көрді. Қыз болғандықтан жауапкершілігін одан сайын ұлғайтты. Өзінің өкінішті өмірін болашақ қызына көрсеткісі келмеді. Міне, жүрек тұсындағы тіршілік иесі Жайнаны осылайша қанаттандырды. Сәбие дүниеге келмей жатып, оның қолынан жетелеп, шуақты күнді сыйлай бастады. Құрсағындағы баласының алғашқы қозғалысы, өзінің өзгере бастаған дене пішімі барлығы Жайнаға қызық көрініп, жүзіне күлкі үйірлене бастады. Бұрынғының бұралаң жолымен қайта жүрмеуге бекінді. Сәби үшін үлгі ана бейнесін қалыптастырғысы келді. Әрине барлығы оңайға соқпады. Алайда наркология бөліміндегі мамандармен тығыз жұмыс істеп, өз-өзін жеңе білді. Осылайша емдеу бөлімінен де шықты. Сол жақтағы Әмина есімді психолог азын-аулақ ақша беріп, жалдап тұратын үй тауып берді. Қала ішімен аяңдап келе жатқан Жайна бұрын тек сүрең тартқан көріністі байқайтын еді. Енді қазір айналаның барлығы түрлі түсті бояумен боялғандай көркем кейіпке еніп тұр. Адам өз өмірінің қожасы екен ғой, деп топшылады ол. Бір кезде, қарындас, бізді суретке түсіріп жібересіз бе деген дауысты естіп, қараса, ана мен бала орталығының алдына таяп қалыпты. Әрине деп, перзентханадан енді шыққан ана мен баланы айналасындағы мәз-мейрам болған туыстарын түсіре бастады. Бір өмір, менің қарсы алдымда шырылдап тұр. Лайым, алдағы өмірі шырылдаумен өтпесінші деп, Жайна суретке түсіріп жатып іштей тіледі.